Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз жасайтынымыз қоянның баласы көжек, зайчик. Ол үшін бірінші бізге 3 сантиметрлік қалыңдығы поролон керек. Басын диаметрін 30 сантиметрға аламыз. Бөрік сияқты қылып 4 қиықтан жасаймыз. Бірақ 4 қиық болғанда алдыңғы жағы түзу болып келеді. Қатты доғасы болмайды. Енді оның ішін бетке аллергия болмас үшін хб матамен клейлеп апклейтті етіп аламыз. Бұл жерде 4 қиықтан болды. 4 қиық болғанда астынан үстінен выточка жасадық. Бас киімді жасаған сияқты, бөрік жасаған сияқты. Бірақ бөрікте бізде 4 жағы бірдей. Барлық выточкаларымыз жабыстырамыз. Енді 2 бөлікті бір-біріне клеймен, резиновый найрит клеймен, ол поролонға да, кожаға да бәріне жарайды. Сол клеймен клейлеп шығамыз. Бізде формамыз дайын болды. Алдыңғы жағы түзу жалпағынан, ат жағы домаланып келеді сопақ. Алдыңғы жағы теп-тегіс болады. Осы жерге енді көзін, формасын бәрін дайындап аламыз. Көз қай жерде тұрады, мұрны қай жерде тұрады, бәрін белгілеп аламыз. Енді көжегіміздің ортын жасауымыз керек. Ортымен ол әдемі томпиып шыға келеді. Ол үшін поролонды көрсетіп тұрғандай сопақ 15 сантиметр биіктікте, ұзындығы бір 20-30 сантиметр болады. Соны екі жағынан, жоқ, бір жағынан ғана выточка жасаймыз. Сосын кейін мына қырынан да выточка жасаймыз. Сөйтіп, қазір орты шығады. Мына ұртымыздың жоғары жағына тағы бір выточка жасаймыз. Сонда ұртымыз домаланып, әдемі болып шығады. Оны осы клеймен, найрит клеймен жабыстырамыз. Жаққаннан кейін клейді кішкене кептіру керек бір минуттай. Сосын кейін барып ол жақсы жабысады. Қолыңызды да былғамайды. Қыр жағына тағы бір выточка жасадық, өйткені бір выточка жетіспейді екен. Сондықтан 2 выточка жасадық. Енді ұртымызды мына көжектің бетіне жабыстырамыз. Жоғары жағы көздің астынан кетеді. Көжегіміздің ұртының қиығы бар, выточкасы бар жағын жоғары қаратып клейлейміз. Ұртымыз дайын болып қалды, екі жағы бірдей. Енді біз мұрнын жасауымыз керек. Мұрнын кішкентай 2 сантиметрлік поролондан жасаймыз. Диаметрі 10
9 сантиметр қылып кесіп аламыз. Сонда шеңбердің 4/1 бөлігі шығады ғой. Мұрнымыздың бір жағын ғана клейлейміз, клей жағып, бір жағын ғана клейлеп дайындаймыз. Енді мына мұрнымызды бетке қалай қойсақ әдемі болады. Соны тексеріп қараймыз. Теріс айландырып та көрдік. Түзу жағымен де көрдік. Міне енді осы үшбұрышқа келіп тоқтадық. Осы әдемі болып тұрады екен. Осыны жаңағы мұрнымызға жабыстырамыз. Көздерін бәрін қағаздан жасап, уақытша қойып қараймыз. Міне мұрнымызды қойдық, бірақ әлі тексереміз. Қырынан қараған кезде мұрны қатты да болып тұр. Біз еще орнықты тұрған жоқ. Сондықтан орнықты тұру үшін кесетін жерін кесіп, бәрін қарауымыз керек. Мұрын жабыстырмай тұрып, қазір біз бірінші көзін кесіп дайындап аламыз. Кейін ол жерге сеткадан көз жасаймыз. Көздерін бәрін ойып біткеннен кейін мұрнын тақпаймыз. Мұрынды ең соңынан бірақ жабыстырамыз. Бірінші басты біз тақыр жүні бар материалмен қаптаймыз. Қазір маталар көп, неше түрлі. Флиз деген бар. Қай ұзындығы тоже 50 болу керек. Жоқ, 50 емес. 48. Осындай қиық, осындай поролон болды. Осы поролонды тура өстіп қиып алдық та бір-бірін жабыстырдық. Енді тура осыны қазір қаптаймыз. Міне біз басымызды қаптап дайындап қойдық. Енді мұрындарын тігеміз. Мұрнына үшбұрыш барқыттан тігіп аламыз. Сосын соның екі жақ шетін тігіп, ортасын ашық қалдырамыз. Ең ұшын ғана, мұрынның ұшын ғана тігеміз. Бізде міне мұрын дайын. Енді көзін жасау алды, құлағын болды, сосын аузының астын жасауымыз керек. Енді құлағы бәрі тігілді. Енді бізде аузының астын жасауымыз керек. Ерні жоқ, қоян болып тұр. Двойка поролонды аламыз. Бізге қоянды әдемі күлірет тұрғаны керек. Аузы кішкене ашық болады. Ауа кіріп тұрады, адам сонымен дем алып тұрады. Көзімен қарайды, аузымен дем алып тұрады. Міне поролонымызды өстіп кесіп алдық. Кішкентай ай сияқты. Соны міне қазір ақпен қаптап өстіп тіге саламыз. Ішіне тілін шығарып қойға болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Міне аузын тігіп жатырмыз. Қазір әдемілеп тігіп біткен кезде бізде қоянымыз, көжегіміз күліп тұрады. Бұны поролонның ар жағынан өткізіп тігеміз. Әпсі бер жағына тіксеңіздер дұрыс болмай қалады. Мына көзін біз каркас жасап, тура көзінің формасымен соны сеткамен қаптаймыз. Жесткий сетка, екі қабат. Одан кейін оны бояймыз.
краскамен бояп, көзін келтіреміз. Өйткені сол боямай мата жабыстырсаңыз көрінмей қалады. А боясаңыз сеткіден көрініп тұрады. Сол арқылы адам көріп тұрады. Міне біздің қоянымыз бітті. Құрметті көрермендер, жазылып, тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеомнан қалып қалмаңыздар, қарап отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.